Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің нөмірі 86 мектеп Алматы қаласы бойынша өткізетін вебинарымызға қош келдіңіздер, әріптестер. Күндеріңізге сәттілік. Ал саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті қонақтар. Алматы қаласы бойынша 2025-2026 оқу жылында педагог зерттеуші санатына тапсыратын, растайтын педагогтардың педагогикалық тәжірибесін тарату вебинарына қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы заманауи сабақ, педагогикалық тәжірибе, шығармашылық, тиімділік, нәтиже. Мақсаты педагогтың авторлық тәжірибесін, тиімді әдіс тәсілдерін әріптестерімізбен бөлісе отырып, білім сапасын арттыруға ықпал ету. Міндеттері: мұғалімнің озық тәжірибесін насихаттау және тарату, оқу тәрбие үдерісіндегі тиімді әдістерді ұсыну, педагогтар арасында кәсіби ынтымақтастық орнату, оқушы құзыреттілігін дамытуға бағытталған тәсілдерді таныстыру. Бүгінгі тәжірибе тарату тақырыбында сөз сөйлейтін мұғалімдер: бастауыш сынып мұғалімі Көшкенбаева Балжан Өксікбаевна, Даудова Бақыт Берікболовна, ағылшын тілі пәні мұғалімі, Құлмағанбетов Әділбек Испанович, музыка пән мұғалімі, Жүсіпбекова Ардақ Болатбековна, ағылшын тілі пән мұғалімі, Шомантаева Лиза Ромахановна, математика пәні мұғалімі. Құрметті әріптестер, олай болса, бірінші сөзді бастауыш сынып мұғалімі Көшкенбаева Балжан Өксікбаевна бастайды. Көркем жазуға бейнелі ойды дамыту тақырыбындағы бірінші, екінші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Курстың негізгі мақсаты оқушылардың көркем жазу арқылы тіл байлығын, бейнелі ойлауын, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Міндеттері: көркем жазу элементтерімен таныстыру, сөйлем құрау, мәтін құрастыруға үйрету, эстетикалық талғам қалыптастыру және жеке шығармашылыққа жол ашу. Менің бағдарламамның өзектілігі: қазіргі оқушы еркін ойлы, креативті тұлға болуы тиіс. Көркем жазу арқылы оның ойын бейнелі жеткізуге, тілін дамытуға және каллиграфиялық жазу мәдениеттерін қалыптастыруға болады. Енді бұл жерде бағдарламада пайдаланатын ойын әдістері, яғни ойын әдістері балаға не береді? Оқушыны білімге бірдей жетелеу үшін өз мүмкіндігіне сәйкес сабақты меңгерту, тілін, ой ұшқырлығын дамыту, өзіндік пікірін айтуға жағдай жасау, еркін шығармашылыққа жетелейтін пәнге қызығушылығын арттыратын әдістердің бірі бұл ойын түрлері. Яғни ол қандай ойындар? Лексикалық, морфологиялық, грамматикалық ойындар болып есептеледі. Яғни біз лексикалық ойындарда қандай ойындар ойната аламыз? Сөздік қорын дамыту арқылы оларды артық сөздік тап, я болмаса синонимдер жарысы деген ойындарды пайдаланамыз. Фонетикалық ойындарда дыбыс буынымен жұмыс жасай отырып, қай дыбыстан басталады, сөзді буынға бөл деген ойындарды қолдануға болады. Сонымен бірге менің курсымда морфологиялық ойындарға, бұл жерде сөз құрамына талдау, яғни сөз құрастыру, жұрнақты тап, грамматикалық ойындарға сөйлем және сөйлем мүшелерімен жұмыс жасай отырып, сөйлемді толықтыр, сөйлем мүшесін тап деген тақырыптар өте оқушыларды қызықтырады деп ойлаймын. Бұл жерде енді оқыту әдістері: ойлан, жаз, бөліс әдістерін, сурет бойынша әңгіме құрастыру, эмоциямен жазу, көркем сөйлеу, көркем жаз, жазу үлгілеріне берілетін тапсырмалар: әдемі әріп жазу, өлең жолдарын көркем көшіру, сезімге негізделген әңгіме жазу болып табылады. Сонымен бірге бұл бағдарламада негізгі күтілетін нәтиже, яғни оқушылар дұрыс, сауатты, көркем жазады, өз ойын көркем тілмен жеткізе біледі, мәтін құрауда бейнелі сөздерді қолдана алады, эмоциясын, көзқарасын жазу арқылы білдіре алады. Міне, құрметті бастауыш сынып мұғалімдері, осы жерде отырған қонақтар, бұл бағдарламаны барлықтарыңызға өз тәжірибелеріңізге қолдануда ұсыныс айтамын. Енді келесі жаңа Бақыт апай, сізге сөз тыңдағандарыңызға көп рахмет.